Наполеон Хиль, ойлан да байы. 5 тарау. Өзін-өзі иландыру құдіреті. Өзін-өзі иландыру термині сендіру мен сананы сезім арқылы басқарудың барлық түріне қатысты қолданыла береді. Жалпақ тілмен айтсақ, өзін-өзі иландыру дегеніміз өзіңді өзің сендіре білу өнері. Ол сана мен ми аралығындағы коммуникацияны басқару орталығы іспеттес. Санада болатын ықпал етуші ойлар арқылы ойлардың жағымды я жағымсыз болуы маңызды емес. Өзін-өзі иландыру қағидалары өздігінен санаға жетіп, сол арқылы ойға әсер ете бастайды. Адам жаратылысынан санасына толығымен иелік етіп, санаға сезім арқылы әсер етеді. Алайда аталған дүние адам бұл жағдайды басынан күн сайын өткереді деген сөз емес. Көп жағдайда жұрт бұл мүмкіндігін машықтандыра алмайды. Соның салдарынан қаншама адам кедейліктің азабын тартуда. Сананың жемісі мәуедей төгілген, қарасаң көзің тоймайтын жұмақтай бақпен теңейтін болсақ, аталмыш бақтың тұқым себілмей-ақ жыл сайын гүлдей беретіні сөзсіз. Яғни санаңызда орнығып алған ойдан арылу оңай шаруа емес. Олай болса, өзін-өзі иландыру дегеніміз жеке тұлғаның өз ойын басқарып, сол арқылы іс-әрекетінің жемісті болуына жол аша алу қабілеті десек те болады. Ал жағымсыз ойдың барлығы санаға кері әсер ету арқылы енді ғана бір жарған бақты жойып, өркен жаюына кедергі келтіреді. Эмоцияның қуаты. Биік арман жайында сөз болған тарауда өзіңіздің ақша туралы жазған ой арманыңызды күніне 2 рет қайталап дауыстап оқып тұру керегін және сол ақшаның қожасына айналған жандай сезінуіңіз керек екені туралы айтқан едік. Осы нұсқауларды бұлжытпай орындау арқылы санаңыздағы арманыңыздың ақиқатқа айналуына жол ашасыз. Осы айтылғандарды қайталау арқылы санаңызда жағымды ой қалыптастырып, арманыңызды ақшаға еш қиындықсыз айналдырудың өзіңізге белгілі тәсіліне қол жеткізе аласыз. Алға қадам баспас бұрын 2 бөлімде кеңінен тоқталып өткен 6 кеңесті қайта оқып шығыңыз. Сосын өзіңізге қажет жерге жеткенде ұйымдастырылған жоспар деп аталатын бөлімде сөз болған өзіңіздің шабыттану құдіретіңізге жол ашуға көмектесетін 4 қағиданы мұқият қарап шығыңыз. Осы берілген 2 түрлі нұсқауды өзін-өзі иландыру бөлімімен салыстыра отырып, сіз ол нұсқаулардың өзін-өзі иландыру қағидаларын ұтымды пайдалану жөнінде кеңес беруге бағытталатынын байқайсыз. Есіңізде болсын, өз арманыңыз туралы жазғандарыңызды дауыстап оқи отырып, сөздерді жай ғана күбірлеп оқи салғаннан еш пайда көрмейтініңізді байқайсыз. Пайда осы сөздерді ішкі сезіміңізбен қабыстыра алғанда ғана келеді. Сіздің сөздеріңіз сезім арқылы жеткен кезде санаңыз ойларды қабыл алып, оны іске асыруға кіріседі. Барлық бөлімде айтып отырған қайталаудың маңызы орасан зор. Өйткені негізгі себебін түсінбегендіктен өзін-өзі иландыру қағидаларымен жұмыс жасауға талпынған көп адам көксеген армандарына қол жеткізе алмай жатады. Жай ғана ықтиярсыз сезімге берілмей, күбірлей салған сөздер санаға әсер ете алмайды. Өз ойларыңыз арқылы санаға қалай әсер ету керегін білмей тұрып, ауыз толтырып айтарлықтай нәтижеге жете алмайсыз. Яғни ауыздан шыққан әрбір сөз шын жүректен шыққаны жөн. Әп-сәтте-ақ сөзімізді тізгіндеп, ойыңызды бақылай алмасаңыз, оған бола көңіліңізді түсірудің қажеті жоқ. Балықты аудан еңбексіз шығара алмайсыз. Санаңызға әсер ете білу құдіреті қажырлы еңбекпен аталған қағидаларды үлкен жігермен қолдана білуіңізге байланысты. Арманыңыздағы дағдыға саусақ ұшын қимылдатпай жете алмайсыз. Қол жеткізсем деп талпынып жүрген жетістігіңіз, яғни ақша табу, соған жету жолында шығарған шығыныңызға тұрарлық па деген сұраққа тек өзіңіз ғана жауап бере аласыз. Өзіңді иландыра алу қабілеті көбінесе санаңызға, арманыңызға ұялатып, бар ойыңызды соның маңайына шоғырландыра алуыңызға байланысты.
Қалаған қаражатыңыз қалтаңызда деп елестетіп көріңіз. Бірінші бөлімде сөз болған 6 нұсқаулықты іске асыра бастасаңыз, зейініңізді арттыруға тура келеді. Зейінді қалай арттыруға болатыны жайында бірнеше кеңес беріп көрейік. 6 нұсқаулықтың алғашқысын іске асыра бастағанда бар зейініңізді толығымен ойлаған сомаңызға аударыңыз, яки көзіңізді жұмып бар ойыңызды қиялдағы ақшаңыз қолыңызға түскенге дейін шоғырландырыңыз. Аталмыш жаттығуды күніне кемінде 1 рет жасап тұру қажет. Осы жаттығуларды қайталай отырып, сенім туралы бөлімде айтылған қағидаларды да естен шығармасаңыз, ойлаған ақшаңызға қол жеткізе аласыз. Мұнда аса көңіл бөлетін нәрсе сана аса нанымды түрде берілген бұйрықтарды ғана қабылдап іске асырады. Сана қабылдап алғанға дейін бұл бұйрықтар қайталанып үздіксіз беріліп тұруы керек. Айтылған жолдарды естен шығармастан санаңыздан қулығыңызды заңды түрде іске асыру жолын қарастырыңыз. Оған арманыңыздағы ақшаны міндетті түрде табамын дегенге илану арқылы сананы сендіріп, арман мен мақсатты бір арнаға тоғыстыру арқылы ғана қол жеткізе аласыз. Жоғарыдағы жолдарды оқыған соң туындаған ойларды қиялыңыз арқылы електен міндетті түрде өткізіп көріңіз. Осылай жасау арқылы қиялыңыздың сізді қайда апаратынына, арманыңызды ақиқатқа айналдыру арқылы ақшаға қол жеткізу мүмкіндігі пайда болатынына көзіңіз жетеді. Шабытыңыз сізді бағыттайтын болады. Қызметіңіз арқылы пайда келтіруі мүмкін деген нақты жоспар қашан пайда болады деп күтудің қажеті жоқ. Өзіңізді сол ақшаға бірден қолым жетті деп елестетіп көріңіз. Санаңыздан көксеген жобаңызды алдыңызға тартуын талап етуді де ұмытпағайсыз. Ол жобалардың пайда болуын жіті қадағалаңыз, және олар пайда болған кезде уақыт жоғалтпастан оларды тез арада іске асыруға кірісіңіз. Басыңызда бір жоба пайда болған кезде олар санаңызда 6-шы сезім арқылы жарқ етіп шабыт күйінде белгі береді. Уақыт жоғалтпай бірден әрекетке көшіңіз. 6 қағиданың 4-шісінде сізге арманыңызды іске асыратын нақты жоба жасап, уақыт оздырмай оны іске асыруға кірісіңіз деген едік. Осы нұсқаулықты келесі жолда көрсетілгендей еш өзгеріссіз орындау керек. Армандарды іске асыру арқылы ақша табу үшін жасалатын жоспарларды түрліше себептермен кейінге шегеруге болмайды. Сіздің себебіңіз жалқаулықпен ұштасып жатуы әбден мүмкін. Егер жалқаулыққа бассаңыз, ол сізді сан соқтырады. Қол жеткізсем деген соманы көз алдыңызға елестету арқылы көзіңізді жұмып, өзіңіздің қызмет көрсетіп, немесе ақшаға қол жеткізу үшін тауар айырбастап жатқаныңызды іштей елестетіп көріңіз. Бұл өте маңызды. Сананы ынталандырудың жолдары. Екінші тарауда қарастырылған 6 қағидаға байланысты берілген нұсқауларды қорытындылайтын уақыт жеткен сияқты. Бірінші, ең алдымен тыныш орынға жайғасыңыз. Мүмкіндік болса, түнгі уақытта төсекке жатыңыз. Сізді ешкім мазаламауы керек. Көзіңізді жұмып, қол жеткізсем деген соманы, оған қол жеткізуге қажетті уақытты және сол ақшаға қол жеткізу үшін өзіңіз көрсететін қызмет түрі туралы жазылған қағазды қайталап дауыстап тұрып оқыңыз. Өз даусыңызды өзіңіз ести алуыңыз қажет. Осы нұсқауды орындау барысында ақша сіздің меншігіңіз екенін сезе алғаныңыз аса маңызды. Мысалы, 2025 жылдың 1 қаңтарында мен 50.000 ақш долларына қол жеткіземін. Ол ақша маған көрсетілген мерзімде әр түрлі көлемде келеді. Ол ақшаның қайтарымы ретінде мен өзім істей алатын қызметтерімнің ішіндегі ең тиімдісін көрсететін боламын. Аталған қызмет жан-жақты және толығымен жоғары деңгейде көрсетілетін болады. Өзіңіздің көрсеткіңіз келетін қызмет түрін немесе саудалағыңыз келетін дүние туралы егжей-тегжеймен суреттеп беріңіз. Мен бұл ақшаға қол жеткізетініме сенімдімін. Сенімді болғаным соншалық, ол ақшаны көріп тұрмын. Ақшаны ұстап сезіне аламын. Ол ақша мен қызмет көрсеткен уақытта сол қызметтің өтеуі ретінде уысыма келіп түседі.
осы ақшаға қол жеткізуге көмектесетін жобаны күтудемін. Ал жоба пайда болған кезде мен оны бұлжытпай орындайтын боламын деп айтуыңыз қажет. Екінші, аталмыш жобаны күні-түні арманыңыздағы ақшаға қол жеткізгенге дейін қайталай беріңіз. Үшінші, арманыңыз туралы жазған мәлімдемеңізді кез келген сәтте көре алатындай жерге орналастырып, жаттап алғанға дейін ұйықтар алдында да, оянып төсектен тұрған кезде де жалықпастан қайталай беріңіз. Бұл нұсқауларды іске асыру барысында өз санаңызға әсер ету мақсатымен өзін-өзі иландыру қағидаларын қолданып жатқаныңызды да естен шығармаңыз. Сонымен қатар санаңыз сезім арқылы берілген бұйрықты ғана орындайтын, сезім арқылы санаға ықпал ету керегін ұмытпағайсыз. Сенім сезімдердің ішіндегі ең құдіреттісі, бәрінен де артық нәтиже беретінін ескеріңіз. Сондықтан сенім бөлімінде берілген нұсқауларды орындау сіз үшін аса маңызды. Аталған нұсқаулар алғашқыда қарабайыр болып көрінуі мүмкін, алайда бұл ойдың санаңызға орнығуына жол бермеңіз. Аталмыш нұсқаулар қарапайым, тіпті іске алғысыз көрінсе де, оларды қолдануды жалғастыра беріңіз. Берілген нұсқауларды тура өзіңізге айтылғандай орындайтын болсаңыз, бар әлем сіз үшін құдіретін жайып салмақ. Сіз өз тағдырыңыздың қожасысыз. Идеяларға күдікпен қарау барлық адамға тән дүние. Алайда біздің берген ақыл кеңесімізді бұлжытпай орындайтын болсаңыз, күдігіңізді сеніммен алмастырасыз, ал ол абсолютті шындыққа айналатыны даусыз. Данышпандар өз тағдырының қожасы екенін талмай айтып кеткен еді, бірақ олардың көпшілігі мұның сырын ашпаған. Адам тіршіліктегі өз тағдырының, қаржы жағдайының қожасы. Оның қандай күйде болуы адамның тек өзіне ғана байланысты екені туралы осы бөлімнен оқып білдіңіз. Көп адам өзіне өзі бей, қоршаған ортаға қожа бола алады. Өйткені ол өзінің санасына әсер ете алатын құдіретке толығымен ие. Арманды нақты іске айналдыру, өзін-өзі иландыру қағидасын қолдану арқылы жүзеге асады. Сол арқылы адам санаға әсер етіп, оны басқара алады. Қалған қағидалардың барлығы сенімді арттыруға жұмыс істейді. Бұл айтылғандарды естен шығармаңыз. Сол кезде өзін-өзі иландыру қағидаларын қолдану арқылы мол ақшаға қол жеткізе аласыз. Сіз бұл кітапты бастан аяқ оқып шыққаннан кейін осы бөлімге қайта оралыңыз. Сөйтіп төменде берілген нұсқауларды жан-тәніңізбен орындауға тырысыңыз. Өзін-өзі иландыру қағидалары көңілге қонарлық, ол сіздің армандарыңыздың орындалуына жол ашады деп өзіңізді әбден иландырғанға дейін бұл бөлімді бастан аяқ әр түн сайын дауыстап оқып тұрыңыз. Оқи отырып өзіңізге ерекше әсер қалдырған жолдардың астын сызуды ұмытпағайсыз. Алайда берілген нұсқауларды қатаң түрде сақтаңыз. Ол сізді жаңа өмірге, үлкен табысқа жетелейді, әрі арманыңызды іске асыруға көмектеседі.